Сағат 6-да тұрып, чай қойып, бізді ескі сыпырадан. Келіндер. Келін. Осындай әдемі үйде тұру үшін неме айналысу керек? Ата, ассалаумағалейкум. Жоқ, әп-әдем жарасып тұр екен киіміңіз. Жүрек жұтқанның дөңгелегі жарылып қалды. Бұзау емес, асау сиырларға келеді шамам. Мынаны бір ішіп алсаң, бір обед ішіп қажет емес дейсіз ғой. Алдымен ұйғырлар кім деген сұраққа жауап берейін. Жер бетіндегі ұйғырлар саны 13 миллион. Басым бөлігі Қытайда тұрады, ал Қазақстанда олардың саны 300 мыңға жуық. 19 ғасырдың соңынан бастап қоныс аударған Қытайда ұйғыр автономиясы бар, бірақ өздерінің тәуелсіз мемлекеті жоқ. Түбіміз бір, түркі халқымыз, діні ислам. Сол үшін де Қытайда жаппай қудалауға ұшырап жатыр. 745-840 жылдары ұйғыр қағанаты болған. Ол қуатты мемлекеттердің бірі болды Орта Азиядағы. Қазіргі Қырғызстан, Қазақстан, Монғолия, Қытайдың біраз бөлігін иемденген. Дегенмен уақыт бәрін реттейді. Осы кезде де пандемия деп бәрі халық талақшыма аштан қырып өздері есіктердің бәріне сварка етіп жауып этаж үйлердің адамдан сыртқа шықмай продукты жоқ, аштан не бар соны жеп таусылған екен, өліп отқандар көп. Ұйғыр халқының Қытайда. Ұйғыр халқының ішінде. Қазақтармен қыз алысып, қыз беріседі. Бір-бірімен жақсы араласады. Жергілікті тұрғындардан ұйғыр халқының мінезі қандай деп сұрағанда, бірде-бір теріс пікірді естімедім. Қысқасы, ұйғыр халқының мәдениетімен, салт-дәстүрімен танысып, олар қалай өмір сүреді соны білу үшін Шоңжыға сапар шектім. Дәл осы сәтті пайдаланып, Aviasales.kz қосымшасына алғыс айтқым келеді. Aviasales.kz қосымшасын жүктеп алып, ол жерге қалаған бағытыңызды терсеңіз, сізге ең арзан билетті тауып береді. Саяхаттау бұрыннан да қолжетімді. Осындай әдемі үйде тұру үшін неме айналысу керек? Енді менің айналысып жатқан тамақ қой, асхана, столовой, кафе, екі тойханам бар. Бір жалға алып, бір кафені істетем, дастархан кафесін. Орталықта, базар жақта. Сонымен айналысып осындай тіршілік жасап, 20 жыл болды. 20 жылда әрен осындай үй салдық. Өте әдемі екен, қараңызшы төбесін бәрін. Қайдан жасаттыңыздар төбесін бәрін? Енді кетіп қалды ол бала. Потом жасайтын бала қалаға кетіп қалды қазір. Осы ол жасайтын адам осы ауылда тұрады, е? Ешқайдан бір Алматыдан алып келіп емес, өзі. Біздің осы ұйғыр ауданы Чонжада. Өте әдемі екен. Біздің апаларымыз қандай әдемі міне. Ұлттық киімдер. Айтпақшы, ұйғыр халқында милли киім деп айтады екенсіз, е? Милли. Мен жақында Қарақалпақстанда болғам, Өзбекстанда. Олар да ұлттық деген сөзді милли деп атайды екен. Иә, ұқсастық бар. Сіздікімен міне бір анда бір кештерге, бір көңілді бір кештерге барса болатын сияқты екен. Ал сіздің бас киіміңізбен бір сондай құдалықтарға, Сахнада шығышқа болды. иә, сахнаға шығуға болады. О, міне. Апайымыз да ұлттық киім киіп алды. Тура сіздер біздегі сияқты екенсіздер. Бізде қазақы ұлттық киімді бір телевидение келген кезде ғана киіп аламыз да бізде. Тура сіздер де сондай екенсіздер. Келін жұмсау, сәлем салу бар ма? Мысалы, келін ұлыңыз үйленсе, келінді алып келсе, сіз үйде болады. Енді келінге қалай қарайсыз? Енді келін болып түскеннен кейін таңертең тұру керек. Бұрынғы не бойынша ұрпадат қой, сен сұрап жатқан. Сағат 6-да тұрып, чай қойып, бізді ескі сыпырадан. Ескі сыпырып. Келіндер. Келін. Содан кейін чайын жөндеп, біз тұрып келгенде бізге сәлем беру керек. Содан кейін чайын құйып беріп, бізді күту керек. Сондай ұрпадаттар. Қазіргі қыздар, қазіргі ұйғыр қызына. Қазіргі біз келін боламыз. Современный келіндерге біз келін қазір. Сіздер келін боласыздар ма? Оларға чай қойып, тұрыңдар деп чайды дайындап болған шақырып чай береміз. Қараңыздар сіздер. Енді Иә, кезінде келін болдыңыздар. Әлі де келінсіздер. Әлі де келінбіз. Сондай бір қиын заманда туылыпсыздар еді. Сол ғой. Ал апа, не айтасыз? Енді ол келіні түсірген болған екен, жаңа біз үзашқа деп отырмыз ғой. Иә. Сол үзашқыда қызның құлағыды қалсуын, қызның құлағына алтын сырға, солар істемесе де соны біз айтуға миннаттымыз.
О сөздерimiz біздің ұрпы әдәтлерімізге ятылған тәлім тәрбиеміз. Ұйғырлар да біз сияқты тойда ысырапшылдыққа жол береді. 3 күн атап өтеді. Бірінші күні құдалық, екінші күні үлкен той, үшінші күні көңілді кеш ұйымдастырады. Соңғы күні үйдің үлкендері келіп, қыз бен жігітке ақыл кеңес береді. Енді осы видеоны көріп отырған қыздар айтатын шығар, армандапсыздар, өзіміз үшін өмір сүреміз. Иә. Біз келін болуға емес, біз жар болуға келдік деген сияқты айтатын шығар. Бірақ оларға не деп айтасыздар, оларға? Сондай адамдарға. Әнде ондай қыздар, қазір қыздар оқу, білім алып не қылған қыздар болса, өзінің кәудесінде инсабы болса, соны бәріне әнде дұрыстап тыңдайды. Бұл ет пен шай? Еткен чай деген. Еткен чай не дейді? Еткен шай. Аймақпен ғой енді, тұз. Бұның ішінде қаймақ, сүт, тұз бәрі бар. Қаймақ, сүт. Мынаны бір ішіп алсаң, бір обед ішіп қажет емес дейсіз ғой. Қалжыңдайды ғой, югурский борщ деп. Югурский борщ. Еткен шай. Енді мынаған ана май саласың, үлкен нан саласың, қазір борщ болады. Қандай керемет. Ас болсын. Ас болсын. Ас болсын. Міне, менің қасымда сұп-сұлу қыздар міне. Қыздар да бір қам. Тұзсап чай ішкен ба? Ал, міне алыңыз. Тұз бен чай ішіп көрген. Мен Монғолияға барғанда тұз бен шай ішіп көргем тұңғыш рет өзім. Ол жақта да қазақтар кәдімгі шайға тұз қосады екен Монғолияда. Ал мына шайға да тұз қосылған. Тұз қосылған ішіп көр. Дәмін тар. Қазір көрейік. Еткен шайы. Бірінші рет ішіп отырмын өмірімде. Біз сіздің келетініңізді білген болсақ, бұл әткен чайның ең жақсы түріне дайындап қоядық. Ол түрі тұз салынады, чай салынады, одан кейін жігіртектейміз. Қойның майына жігіртек етеміз ғой. Сол жігіртектің салады, қайттан болса қайттан қосады. Қара кішміш, игір деген бір нәрселеріміз бар. Оларды қосып еткенде бұл әткен. Не бар, барлығын қосам дейсің. Вес витамин, қанша түрлі витамин. Оны ішіп көрсеңіз вообще кетпейсіз. Ой, керемет. Міне енді еткен шайдың дәмі. Сорпа сияқты кәдімгі. Ой, керемет. Керемет. Мен ұйғырдың тоғашымын. Тандырға жағады. Тойымды болады, е? Тойымды. Керемет екен еткен шай. Жүре берсін, көре бересін. Түрлі. Рахмет. Түрлі тағамдардың дәмін татып жатырмын. Мана самса самбыздарын алыңыз. Бетіндегі қаймақ, е? Қаймақ. Керемет. Мына қолдың сүті ғой дейм, е? Қолдың сүті. Бәсе өте ондай табиғи. Шелегі 1200. Бір шелек салат, сәбіз салаты 1200 теңге. 2,5 килограмм шығады, е? Ал мына жерде көріп тұрмын. Цветная капуста 900 теңге килограмм. 900 теңге, е? Бұл жеміс жидек көкөністердің барлығын үйден әзірлейді. Негізі ұйғыр халқы сондай бір көкөніске жақын дейсіз ғой, бақшаға нетуге. Ал пияздың келісі қанша? 180 теңге. Картоптікі? Картоп та 180 теңге. Мына жақта? Редька 180 теңге. 180 теңге. Сіздерде өзі бәрі 180 теңге екен? 20 теңге капуста. 120 теңге, е, килограмма? Аха, жақсы. Сізге? Мына жерде бағаларын көріп тұрмын, 7,5 мың теңге деп тұр. Бұл жай сандар ма, әлде рас па? Жай ғой ол. Жай. Жаздық бағалар ғой, жаздың күн сатқан бағалар. Ал қазір қанша? Қазір 9 мың. 9 мың теңге, е? Зимний ғой, е? Посойский саған 9 мың. Зимний. Смехом. Бұл ауылдағы дүкен, Касперетте бар екен. Бастан аяқ киіну үшін қанша теңге кетеді? Енді орташа 8, 6, где-то 14-15 мыңның ақшасы кетеді ғой. Шалбар мен жақсы кофта алам дейсіз жаңа жылға. Базардағы бағалар осындай. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсысыздар ма? Аман есесіз. Не сатып отырсыздар сіздер? Ау? Киім-кешек. Кім не қаласа бәрі бар. Не қаласа бәрі бар, е? Иә. Ой, жақсы. Тоңған жоқсыздар ма? Тоңдық. Тоңдық, конечно, суық қой. Суық ба? Мынаны суық деп тұрсыздар ма? Қараңызшы, мен бас киімсіз жүрмін, қалай жып-жылы. Сен деген жас, мұздамайсың.
біздің жасымызға Мына келгенде жерде мұзда жарты сағат тұрмыз қалай болады? Бірақ иә, ол рас иә, мына жерде. Енді апай қарашы, мен сіздегі киім қолдан тоқылған ба? Әп-әдемі екен. Иә. Жоқ, қолдан тоқылған емес, кәдімгі сатып алған. Ал басты шәліңіз ше? Бұл қолдан тоқылған. Өзіңіз тоқыдыңыз ба? Жоқ, сатып алдым. Сатып алдыңыз, иә? Жоқ, әп-әдемі жарасып тұр екен киіміңіз. Сіздің де киіміңіз жарасып тұр. Рахмет. Қолдан жасалды ма деп ойлап қалдым жаңа. Жақсы. Бұл шубаш 85 мың теңге тұрады. Ал бұл? 70 мың теңге тұрады, иә? Ал мынау ше? Мынау 100 мың теңге. Бұл сонда таза не ма? Тері ма? Таза емес, иә? Айтпақшы, Дінмұхамед Қонаевтың саяжайы да Шонжыда. Үйі ерен тоғайынан жасалған. Арагідік ұлт лидері осы жерге келіп, емделіп, саятшылық құрып тұрған кезінде. Дінмұхамед атамыздың саяжайы кең екен. Бұл қонақ бөлмесі. Бұл ерен ағаштары, өте көне ағаштардың бірі. Әлемде екі қана жерде бар. Біреуі Канадада және Қазақстанда. Канададағысы жартысы өртеніп кеткен, сондықтан Қазақстанда қазір ең үлкен ерен бақшасы осы жер. Бірақ осындай әдемі табиғатқа және тұрғындардың күнделікті тұрмыс тіршілігіне қауіп төніп тұр. Қытайлар жақында вольфрам зауытын салған және осы маңда бір-ақ қана өзен бар, Шарын өзені. Вольфрам деген өте қымбат материал. Бағасын көріп отырмыз. Интернет желісінде 1 килограмм вольфрам орамдары 1,5-2 миллион теңге аралығында сатылады екен. Және сол вольфрам зауыты Қытайлар салған Шарын өзеніне ортақтасып отыр. Ал егер Шарын өзенінің жартысын олар алатын болса, мына жердегі әсем табиғат пен тұрғындардың күнделікті тұрмыс тіршілігі, бақшасы, ауызсу мәселесі жалпы үлкен проблемаға айналады. Сондықтан тұрғындар оған наразы. Ата, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қайдан келе жатсыз, ата? Ой, анау, Сағынайдан келе жатырмын, мына жаққа кетіп келем. Сағынайдан осы Есекпен бе? Есекпен келе жатсыз ба, Сағынайдан бері қарай? Есекпен. Неме айналысасыз, ата? Ой, мына Маршалинге барайын деп. Ау? Мына Маршалин бар ғой? Иә. Со. Есек айырбастайын деп. Есек айырбастағалы жатса, мына есекті айырбастайын деп жатсыз ба не? Мынау еркек, құрғаш есек көдегі болса. Сонда есек бар ма? Онда есек жоқ менде. Неме айналысасыз сіз? Өзіңіз немен айналысасыз? Мен ба? Иә. Ой, мен пенсияға 82-ге Назарбаевпен жастым ғой, пенсиядамын. Мәссаған. Шаруашылығым бар. Хозяйством бар ана жақта. Жаңыз ағашта. Мына Маршалинге кетіп беремін. Вау! Қалай, дұрыс бола ма? Болады. Ой, ата өте жас көрінесіз. Ұйғыр асханасындамыз, Едиган аспаз. Қандай тамақ әзірлейміз? Юрулағма. Ал бұл орам жапырақ па? Бұл не? Иә, бұл бәсәй деп аталады. Бәсәй? Иә, бұл юрулагманға біздерден жүреді. Бір порцияға 100 грамм ет саламыз. Бұл қамыр, е? Иә, қамыр. Юрулагманның қамырды. Вау. Мынау созыла береді ғой? Мына жақта қарын пісіп жатыр, ана жақта. Оны неге қосасыздар қарынды? Ол қарын сәй деп бар бізде. Қарын сәй дейік? Иә, қарын сәй. Оған пісіріп, сосын заказ келгенде онда шығарып береміз. А мынау қандай сусынға қостыңыз? Су ма? Иә, бұл өзінің суы. Қышқылды не үшін жақсы көресіздер? Не үшін десеңіз, бұл китайский кухня болғаннан кейін бұл қытайлар барлық тағамды қышқыл жейді. Сол үшін қышқыл қоса, бізде ондай сладкий ештеңе шықпайды, бәрі қышқыл жүреді. Сізге қазақ асханасынан қандай тағам ұнайды? Сол қазақтардан бешбармағын көп жейміз енді. Едиган, айтшы мысалы, ер адамдарға асханада жүру сәл ерсілеу емес пе? Мысалы, қарап отырмын, көбінесе ер адамдар асханада тамақ әзірлейді бұнда. Енді кім қалай түсінеді, негізі бізге өзіміздің жұмысымыз ұнаған соң асханада істей береміз. Бізге ұнайды негізі. Тестам уже дайын болды.
осындай қатты отты әзірлеу керек е? иә обязательно қатты отта әзірлеу керек болмаса дәм шықпай қалады. Бұл не? бұл хадис қой, хадистің соусы. Бұл лагманның түрі, е? Негізі ұйғыр асханасында лагманның орны ерекше. Айтпақшы, бұл мята деген мейрамхана. Мұндай мейрамхана негізі қалалық жерде жоқ. Бұл ауылдың мейрамханасы, бірақ және көріп тұрсыздар ғой, өте керемет, әдемі, заманауи, сондай жақсы жер екен. Нан неге сақтап турап саған? Лагман деген әдетте ұзын болушы еді. Бұл жеуге ыңғайлы болсын деп па? Дин деген бір түрі ғой енді, лагманның бір түрі. Дәмін көрейік. Дәмді. Көріп тұрсыздар, қою. Соған қарағанда тойымды сияқты. Және қышқыл екен. Қызыл бұрыш қосыла ма? Қызыл бұрыш міндеттерде қосылады. Шоңжы ауылы 23 мың ғана халқы бар. Және өзінің приложениесі бар екен. Тұлпар такси деген. Қазір көріп көрейік, міне қараңыздар. Тұлпар такси деген приложение. Бұл Яндекс такси деген бұл сондай сияқты ғой, иә? Міне қарасаңыздар, міне бірден геолокация шығады және қайдан. Бас көрейік шақ кезген жерде. Бағалар қанша екен? Бұл менің сохраненный адрестерім ғой. Иә. Басасы адрес сохраненный. Сол жерге такси уже көріп тұрады өздері. Орташа құны қанша негізі таксидің? 300 теңге. 300 теңге, иә? Сол осы приложениені сатып алып, осы қалада орнатқан міне Абдулла деген жігіт. Жүрек жұтқанның дөңгелегі жарылып қалды. Қазір мен Шоңжы ауылындамын. Қазір енді ауыл тұрғындары қаншалықты мейірімді екенін көреміз. Насос сұрайым. Одан кейін бұны жөндету керек. Ассалаумағалейкум аға. Көлігім дөңгелегі жарылып қалды. Насос бар ма сізде? Насос жоқ. Насос жоқ па, жарайды, жақсы. Маған көмектесетін адам табылмай жатыр. Осы кезде Тұлпар такси идеясының авторы Абдуллаға хабарластым. Көлігімнің дөңгелегін жөндеп берді. Тегін. Рахмет. Тұлпар таксиде сервистік қызмет те бар екен. 100 тәулігіне 100 заказ орындаған екен. Міне Рустам тәулігіне 95 заказ орындапты. Мәссаған. Кішігірім ауыл, бірақ осыншалықты көп абсурд деп ойламапты. Ұйғыр ұлты қазақша жақсы біледі, еркін сөйлейді, мал шаруашылығымен де айналысады екен. Қолдан жасалған мопед па? Лимузин сияқты екен, е? Жылқыға бәріне бордақ осыны береміз ғой. Бордақылау үшін, е? Бордаққа. Қанша келі тартады енді сіздердің сиырларыңыз бордақыланған? Сиыр енді алды, сиыр емес енді өгіз ғой. 4-5-ке дейін барады. 500 килограммға дейін? 500 килограммға дейін. Мәссаған. Оның семіртудің сыры неде? Қалай? Осы беде шөбімен ғана ма әлде? Беде жем бар. Неше уақыттан? Бар. 3 уақыт шөп саламыз, 2 уақыт жем саламыз. Енді осылар 4-5-ке дейін береді. Мәссаған, міне басы қандай. Бір бас, бір қазан ет дейсіз ғой. Апай? Сіз кәдімгідей бұзауларға әліңіз келе ма? Келмегенде? Бұзау емес, асау сиырларға келеді шамам. Асау сиырларды да үйретіп жүресіз? Үйретеміз. Қақы еттарсын, шешең маяқтар. Бірінші бұзауды жіберіп, идіріп аласыздар, е? Идіріп аламыз, сөніңге барып сауамыз. Ұйғыр халқы ұяң мінезді, қонақжай ел. Барымен бөлісуге дайын тұрады. Қазақ халқына жылы пейіл мен алғысын айтып отырады әрдайым. Ұйғыр халқы бәленбай миллион халқы бар. Енді өзінің тәуелсіз мемлекеттігінің болмауының басты бір себебін айтыңызшы. Енді оның қазір осы дүниеде келген халық адам, любой адам өзінің тәуелсіздігіне бәріне не қылады. Мәселен, Қазақстан қанша жыл болды, соның үшін жүгіріп, өз алдыға тәуелсіздік алғаны 31 жыл болды. Уақыт сағат келеді, уақыт сағат келгенде бір болатын шығар, біз көрместе бала-шаға көреді соқта. Бірақ тәуелсіздіктен әр арман. Бұл жалғыз жолаушы, менің инстаграм парақшама жазылыңыздар және саяхаттауды ұмытпаңыздар.
келесі кездескенше қарақтарым.